Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен чак-чак рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін 3 жұмыртқа, 2 ас қасық қант, 1 ас қасық сүт, 1 шай қасық қамыр қопсытқыш, 1 шай қасық қаймақ, 1 шай қасық зәйтүн майы немесе сұйық май алсаңыз болады, жарты шай қасық тұз және де 3 ас қасық бал қажет. Жұмыртқаға сүт, зәйтүн майын, қаймақ, тұзымызды қосып араластырамыз. Сонымен қатар 3 стакан ұн қажет. Енді осы ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Қасықпен ұнымызды араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болғанға дейін илейміз. Қамыр иінін қандыру үшін 15 минутке қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырды 3 бөлікке бөліп жаямыз. Қамырларымыз дайын болды. Қамырымызды лапша құсап кесеміз. Осындай қылып кесеміз. 1 стакан шемішке майымызға қуырамыз. Үш ас қасық балымызға қантымызды салып, 1 ас қасық су құйып 3 минут қайнатамыз. Балымызды құямыз. Қолымызды салқын суға салып, 2 қолымызбен араластырамыз. Әбден араластырдық, енді формамызға саламыз. Чак-чагымызды осындай формаларға нығыздап саламыз және де бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Міндетті түрде беті целлофанмен жабылу керек. Чак-чагымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер.